Қасқыр мен кісі. Бір қасқыр тамақ іздеп келе жатып, құрылы тұрған қақпанға түсіп қалады. Олай жұлқынып, бұлай жұлқынып зорға құтылады. Қашып бара жатқан қасқырды аңшылар көріп, артынан қуа жөнеледі. Қасқыр сасқалақтап, бір егіншіге келіп жайын айтады. Қайтсең де мені жасыр, ұмытпаспын жақсылығыңды. Мені қабыңа салып арқалап жүре бер. Қасқыр жылап тұрған соң, егінші қабына салып алып, арқалап жүре береді. Кешікпей аңшылар мылтық қылышын жарқылдатып жетіп келеді. Кісіден сұрайды: қашып бара жатқан қасқырды көрмедің бе? Деп. Егінші: жаңа бір қасқыр анау шоқайдан қашып өтті, тезірек қуып жетіңдер, дейді. Аңшылар жотадан асып кеткеннен кейін, егінші қаптың аузын шешіп, қасқырға: жөніңе бар, маған да бір жақсылық етерсің, дейді. Қасқыр қуанып секіріп шығып егіншіге: мен сені жеймін, қарным ашты, деп тап береді. Егінші байқұс сасқалақтап: әй қасқыр, бұның қалай? Мен сені өлімнен құтқарып алып қалып едім. Жақсылыққа жамандық ете ме екен? Олай болса төрелетейік. Қайсымыздікі жөн екен? Дейді. Екеуі керісіп тұрғанда қаңғырып бір жағынан түлкі келеді. Бұлар түлкіге оқиғаны бастан аяқ айтып шығады. Түлкі: жоқ, сөзді айтпаңыздар. Менен басқа біреу естісе күліп жүрер. Дорбаға үлкен қасқыр сыйды дегенге нанбаймын. Барып тұрған өтірік, дейді. Қасқыр мен кісі: бұл рас, деп керісіп болмайды. Түлкі қасқырға: қапқа кірмей сенбеймін, дейді. Қасқыр сендірмекші боп қапқа кіргенде түлкі егіншіге: байла қаптың аузын. Енді қимылдайтын кезің келді. Қане, мен көрейін. Күздігіні егінді қалай соғып жүрсің, дейді. Егінші құралын алып, қасқырды ұра бастайды. Түлкі: енді қаптың аузын аш, дейді. Қасекең алды-артына қарамастан шыға жөнеледі. Артынан түлкі: көптен бері істеген бір әділ көрмеді, деп сақ-сақ күліпті. Сөйтіп егінші байқұс түлкінің айласымен ажалдан құтылыпты.